Енді бұл тек қана ол қылмыскерлерге қатысты емес. Біздің мен өзім өте көп оқшаулау мекемелерінде болдым әртүрлі жағдайлармен танысу мақсатында да. Кейбір оқшаулау мекемелерінде арнайы камераларды өздеріне ыңғайлап жасап алып, бір-екі комнаталы үй сияқты тұрып жатқан адамдар да бар. Жаңа өткенде бір шенеунік сотталған ет асып, сол жерде ет жеп отырғанын да көрдім. Бұл біздің түзету мекемелеріндегі бассыздықтың айқын көрінісі. Үстемдікте өзі түзету мекемесінің басшылығы кімге бергісі келеді, соған береді. Біз әу баста 419 статьяндағы артықшылықтарды да алып тастағанымыз осы мақсатта болатын. Тағы да біз оқшаулау мекемесінде олар өте көп бізге келетін шағымдар. Біреуге үстемдік береді, ал керісінше осыны ашық айтам деген адамдарды қинайды, азаптайды. Өткендегі Тимур мырзаның да сотындағы болған заңсыздық. Бұл менің түсінігімде. Сондықтан біз оқшаулау мекемелеріне реформа деген бір үйреншікті сөз бар. Реформа емес, менің түсінігімде бұл жерге тазалау керек.